Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. 2025 9 июнь. Міне сіздерге айтатын үлкен бір керемет қасиетті бір емдік шөптің түрін айтайын деп тұрмын. Қазақша аты көк бояу, орысша аты барбарис. Әлі ертерек, әлі піскен жоқ. Қар бір жауғанда жемісін теріп алу керек. Жемісі ана адам баласы иммунитеті азайып, әлсіреген кезде сонда пайдаланады жемісін. Морс қылып жасап ішеді, немесе компот жасап ішеді. Ал тамыры өте керемет ем тегінде. Тамырын ол бүйректе құм болса, және киста болады ғой бүйректе, соны кетіреді. Сол тамырын теріп болу керек. Тамырын теріп, жас кезінде турап кептіріп алған өте дұрыс. Бүйректе кистаны кетіреді, және құмды кетіреді. Керемет ем тегінде. Осыны алып сіздер пайдаланыңыздар, құрметті ағайындар. Сіздер мені қолдап отырсыздар, лайк басасыздар, қолдап отырасыздар әрқашанда. Сіздерге мың алғыс, жастарың ұзақ болсын, аман есен болыңыздар. Бір-бірлеріңізді күтіңіздер. Туыс та керек, бәрі керек тегінде. Ұмытпаңыздар, өмір деген өте қысқа. Осыны алып пайдаланыңыздар, құрметті ағайындар, көк бояуды. Мыңда бір ем тегінде. Көп адамдардың бүйрегінде киста болады, көп адамдардың бүйрегінде слизис болады, құм болады, қиналып жатады ғой, енді қайттым деп. Сіздерге міне құлақтарыңызға алтын сырға, осын пайдаланыңыздар көк бояуды. Орысша аты барбарис, қазақша аты көк бояу. Міне қар бір жауғанда мына пісет дегенде, сол кезде тереді. Соны сіздер пайдаланып ішіңіздер, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, қорғаңыздар. Аман есен болыңыздар, құрметті ағайындар. Ауырмаңыздар. Әрқашанда жарқырап жүре беріңіздер. Бірлеріңізді күтіп, аман есен сау болыңыздар.